Сәлем достар, сіздермен Санмастер. Ал мен бүгінгі видеомда сіздерге қалай батут жасауды көрсетемін. Ол үшін бізге керек заттар: блок слизи, липкий поршень және де блок красного камня. Ең бірінші біз липкий поршеньді міне былай қоямыз. Міне осылай қоямыз. Сосын міне блок слизиді ортасына, сосын былай шет-шетіне қойып шығамыз. Осылайынан қойып шығамыз. Міне қойып шығамыз. Міне болды. Енді блок красного камняны астына қоямыз, астына. Міне уже біздің батут бітті, жасап біттік. Міне секіре береді. Міне так қазір міне кейбіреулеріңіз батутты былай жасайды, міне осылай жасайды. Осылай жасайды да үстінен былай секіреді. Негізі бұл дұрыс емес. Мен сіздерге міне осылай батут жасауды көрсеттім сіздерге. Сіздермен болған Санмастер. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.